Ашу жаман мінез құлықтың ең қорқыныштысы, апаты ең күштісі. Ақыл есті билеп төстеп алатын қаһардың ең басы. Ашулы адам жан дүниесі кек, өш, кектену, жындану, ұрыс, жанжал, тіпті өлтіру. Осы сияқты жамандықтарға толы. Бұл қауіп қатерден құтылудың жолы ашу кезінде сабыр күшін пайдаланып, тепе-теңдікті бұзбастан тыныштық сақтау. Әбу радиаллаху анху пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам мені жәннатқа жетелейтін бір нәрсе үйретіңіз деп өтінді. Әлемнің мырзасы ашуланба деді. Тағы басқа бір кісі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға келіп, уа Расулалла, көп нәрсе істейтін күшім жоқ. Маған бақытқа жетелейтін төте бір жол көрсетіңіз дегенде, оған да ашуланба деп бұйырады. Басқа хадистерде Алла тағала ашуын басқан адамның айыптарын жабады. Алла алдында оның разылығына ие болу үшін құл ашуын басқаннан артық сауап іс жоқ. Күшті қуатты палуан әркімді жерге ұрып жыққан емес. Нағыз қаһарман ашуланған кезінде өзін өзі ұстаған жан.